Баршаларыңызға сәлем достар. Сіз білмейтін шашлык пісірудағы құпиямен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоны өткізіп алмай, мұқият соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, сочный, дәмі ауыздан кетпейтін шашлыктың рецебі. Мен бұл жерде үйректің филесінен дайындадым. Дәл видеодағыдай барлығын осылай ұсақтап турап аламыз. Өте қатты дәу қылдырмаймыз. Одан кейін жуа қолданамыз. 3 бас жуа. Бұл жерде менде 3 килограмм үйректің филесі. Жуаны қосқан кезде жақсылап қолдарыңызбен мыжғылап отырып согын шығарып жасаңыздар. Сол кезде өте дәмді болады. Осылай етіміздің үстіне салып, қолымыздың көмегімен мыжғылап қосатын боламыз. Және де 3-4 бас бізге чеснок қажет болады. Чеснокты міндетті түрде қосыңыздар. Ол да ерекше дәм беріп тұрады. Одан кейін дәмдеуштерін қосамыз. Бұл жерде мен барлығын көз мөлшерімен қостым. Тәтті паприка қосамыз. Одан кейін кинза және де аздап кристаллики қосамыз. Кристалликиді қосып, шашлыққа арналған приправамызды қосамыз. Шашлыққа арналған приправаларымызды салып, және де дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Одан кейін соевый соус қосамыз. Бұны да көз мөлшерімен қостым. 3-4 ас қасықтай қосасыздар. Және де шашлықтарыңыз сочный болу үшін кетчуп және де майонез қолданамыз. Одан кейін аджика болса, аздап аджика қоссаңыздар болады, болмаса міндетті емес. Және де сұйық май құюды ұмытып кетпеңіздер. Осылай барлығын қосып алған соң дәмдеуштерді жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Негізінде маринадты бір түнге қалдырсаңыздар, керемет дәмді болады. Мен бір түнге қалдырдым. Осылай барлығын дайындап алып, салқын жерге қоямыз. Кейін дайын болған маринадымызды алып, барлығын шампураға қадайтын боламыз. Осылай дәл видеодағыдай барлығын шампураға қадап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы дәмді, тойымды, сочный, дәм ауыздан кетпейтін шашлык болады. Келесі күні салқын күйінде жесеңіздер де керемет болып шығады. Одан кейін мен осылай сосискиді балаларыма арнап жасадым. Оны да отқа қақтайтын боламыз. Міне осылай шашлықтарымыз барлығын қадап, дайындап аламыз. Кейін мангалда жанып біткен отымыздың үстіне осылай шашлықтарымызды орналастырып, асықпай, толық пысқанша екі жағын ауната отырып пісіратын боламыз. Және де бұл жерде ең басты құпия, мен айтқандай, жаңағы шашлықтан қалған маринадымыз, соны алып, егерде қою болса, үстіне аздап су құйып жіберіп, щетканың көмегімен дайын болған етіміздің үстіне жағып, одан кейін келесі жағын аунат отырып тағы жағып, барлығын осылай тез жағып шығамыз. Ұзаққа ұстамаңыздар, әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен дайын етіміздің үстіне шашлықтан қалған соусымызды жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде шашлықтарымыз дайын, өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.